Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздерге бет күтімі жайлы өте қарапайым болса да кез келген қымбат маскалар мен скрабтардан асып түсетін, баршамыздың асханамыздан табылатын ас содасына жасалатын маскамен бөлісетін боламын. Бұл масканы бір рет жасағаннан-ақ тамаша нәтиже көретін боласыз. Дәл осы маска теріңізді нәрлендіріп, беттегі қара дақтардан қорғайтын болады. Теріні тазартып, ондағы клеткалардың жұмысын жақсартады және ағартады. Сондықтан бұл масканы аптасына бір рет жасап жүрсеңіз, өте тамаша пайда көресіз. Ас содасынан жасалатын масканың жасалу жолы өте қарапайым және оңай. Ол үшін бізге бір ас қасық қаймақ және жарты шай қасық ас содасы және жарты шай қасық эфир майы немесе зәйтүн майын қоссаңыз да болады. Мен бұл жерде кәдімгі дәріханада сатылатын Е витаминінің майын қосып отырмын. Оны да қолданып көрсеңіз болады. Айтпақшы, Е витамині көздің айналасындағы әжімдерді кетіруге өте жақсы көмегін тигізеді. Бұл масканы қолданар алдын ең бірінші бетті арнайы сұйықтықтармен жақсылап тазартып алыңыз. Сонан кейін осы үш ингредиентті жақсылап бір-бірімен араластырсаңыз, осындай қоймалжың маска шығады. Соны тазаланған бетімізге, қолға және мойын аймақтарына жақсаңыз, 10 минут күтесіз. 10 минуттан кейін жақсылап жылы сумен шайып тастайсыз. Арадан 10 минут өтіп бетіңізді жылы сумен жуғаннан соң масканың пайдасына өте қатты таңқалатын боласыз. Себебі бетіңіз әдемі болып, бір тегіс болып, әппақ болуы мүмкін. Кейбір жағдайда бетіңіз қызаруы мүмкін, бірақ оған бола ешқандай уайымдамаңыз. Себебі ол қалыпты жағдай. Осы маскадан кейін міндетті түрде бетіңізге сай келетін крем жағуды ұмытпаңыз. Айтпақшы, бұл жерде бір ескерте кететін жағдай, бұл масканы көз айналасы мен ауыз айналасына жағуға болмайды. Себебі ол жердің терісі өте нәзік келеді. Сонымен қатар бетіңізде безеу немесе ашық жаралар болса, сол жараларды кетпес бұрын бұны қолданбауыңызға кеңес береміз. Құрметті қыздар, әпкелер, үлкен аналарға да айтарымыз, осы масканы аптасына бір рет қолданып тұратын болсаңыз, бетіңіздегі әжімдерді кетіріп, қара дақтардан, содан кейін пигментациядан шыққан қара дақтар мен қара нүктелерден міндетті түрде кетіріп, бетіңіз жұп-жұмсақ әдемі қалыпқа келетін болады. Сода жайлы тағы да бір-екі лайфқа қайта кететін болсақ, егерде бетіңізге көп безеу шығатын болса, соданы бір ас қасық соданы жылы суға қосып, араластырып, жақсылап бетіңізге мақтамен жай ғана жағып қойыңыз да 5 минуттан кейін шайып тастаңыз. Осылай 2-3 күн сайын жасайтын болсаңыз, бетіңізге безеу шықпайтын болады. Сонымен қатар, артық салмақтан арыла алмай жүрген қыз-келіншектер үшін ас содасы қосылған ваннаны қабылдау өте үлкен пайда әкеледі. Оны жасау үшін ваннаңызды суға толтырып, ас содасының жарты қорапшасын сол суға қосып, 20 минут сол ваннаның ішінде жақсылап демалып жатасыз. Сол кезде ванна қабылдап болғаннан кейін теріңіздің өте жұмсарып, сондай тамаша қалыпқа келгендігін байқайсыз. Осылайша аптасына бір рет жасап тұрсаңыз, 500 грамм сондай салмағыңызды арыласыз. Мамандардың айтуынша, мұндай ванна қабылдау стресстен арылып, жақсы ұйықтауға таптырмас процедура болып табылады. Құрметті қыздар, сонымен қатар ыстық мезгілдерде күннің көзі көп түсетін кезде міндетті түрде бетіңізге күннен қорғайтын крем жағуды ұмытпаңыз. Ол сіздің бетіңізді әжімдер мен алдын ала түсетін дақтардан, қара дақтардан қорғайды. Көріскенше күн жақсы. Әлемдегі ең сұлу жан сізсіз.